Мен осы жемістерді сөйлеттім, қалай жасағанымды отиді көрсетіп беремін. Ал мен майды тезірек қорытуға көмектесемін. Сәлем достар. Бұл видеода мен сіздерге дәл осындай видеоларды қалай жасау керек, сол туралы айтатын боламын. Бізге керек, мінекей мына жерде тұрған мына программа бізге керек болады. ChatGPT-ға келіп, осы промптты жібереміз. Бұл промптты мен описанияға қалдырып қоямын, сол жерден алсаңыздар болады. Мына жерде паттайя жемісі көрсетілген, бірақ енді осыны біз құлпынайға ауыстырамыз. Құлпынайға ауыстырып бер. Неге дәл осылай жібереміз. Бізге құлпынайға қазір осыны дайын промптты ауыстырып береді. Енді осы жазылған промптты копировать етіп аламыз да. Неге жаңағы крок программасына келеміз. Осы жерде жаңағы копировать етіп алған промптымызды қоямыз да жібереміз. Бізге екі вариантты да ұсынады бұл. Gemini'ға кіріп, сонан банана арқылы да істетіп алсаңыздар болады изображениесін. Маған осы өз приложениесі ұнайды. Бірден екі нұсқа істеп береді. Және бұл тегін. Сіздерге қай нұсқасы ұнайды, соны таңдайсыз. Мысалы, маған мына бірінші тұрған нұсқа ұнады. Осыны дәл осы жерден видео қылсаңыздар болады, мынаны басып, немесе скачать етіп істеп алсаңыздар. Мысалы, мен скачать етіп алам. Сосын мына құлпынай. Мысалы, құлпынайдың айтатын сөздері. Жерде создать видео, жаңа фотоны, анимировать фото. Біз құлпынайды әкеп қоямыз. Осы құлпынай бізде не деп сөйлейді. Мысалы, мен жерде сәби даусымен мен қан қысымды реттеп, холестеринді төмендетуге көмектесемін деп дәл осылай айтқызамын. Бұл приложенияның ыңғайлы. Бұл приложенияның ыңғайлысы тегін видеоларды істеп береді сіздерге. Мына жерде 1%, қазір біраздан кейін 100% болады. Мына тұрғанды басып, өзіміздің галереямызға сақтап аламыз. Тегін күнделікті примерно 7-8 видео істей аласыз. Сол жағынан жақсы. Қан қысымын реттеп, холестерин төмендетуге көмектесемін. Мен қан қысымын реттеп, холестеринді төмендетуге көмектесемін. Осылай. Мен қан қысымын реттеп, дәл осылай кез келген жемісті, кез келген затты сөйлете берсеңіздер болады. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Және комментарийға қандай видео салайын, сол туралы айта кетіңіз.